Қайырлы кеш, ханымдар. Мені естіп көріп тұрмын екен. Жиналғанын күтейік. Қайырлы кеш. Қайырлы түн, ханымдар. Қайырлы түн, ханымдар. Сәлем бердім. Қосылып жатсыздар. Сәлематсыз ба? Сәлематсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Бүгін тағы да менен бір пайдалы техникаға ие болуға дайынсыздар ма? Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. 1-2 минут уақыт берейін барлықтарыңыз жиналуға мүмкіндігінше. Естіп жатқандар болса, бірден көріп. Қайырлы кеш, ханымдар. Айдана, қайырлы кеш. Happy Moon, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Әсем ханым. Қайырлы кеш дейміз бе, түн дейміз бе, өзі қалай атаймыз, сағат 11 өзі түнде болып саналады, кеште болып саналады көп адамдарға. Ал мен жақсы естіліп көрініп тұрмын ба сіздерге? Бұлай қол көтеріп жіберіңіздерші, егер мені жақсы естіп көріп тұрсаңыздар. Мен содан кейін бастай кетейін әңгімемді. Ханымдар, бір аптада бір-бірімізді сағынып қалдық өтем өзі, е? Сәлематсыз ба? Аха, мені көріп естіп тұрсыздар. Көріп жатырмын, рахмет. Рахмет. Бүгінгі тақырып өз-өзімізге сенімді болу. Өз-өзімізге сенімді болудың өзі ең маңызды деп ойлаймын. Қазіргі заманда, қазірге қыздарға керек өте үлкен бір құрал деп ойлаймын. Рахмет, сіздерге көрдім, естіп тұрып көріп тұр екенсіздер. Өз-өзімізге, мен дәл қазір өз-өзіме сенімді болмасам, не айтарымды білмейтін болсам, немесе не беремін, қалай сөйлеймін, мені қалай көреді екен, не деп ойлайды екен деген сондай бір ой, қорқыныштар мені жан-жақтан жаулап ала беретін болса, мен бұл тікелей эфирге де шықпас едім. Солай емес па? Өйткені сенімділік көп затқа бір қадам жасап, ары қарай оның жемісін көруге үлкен мүмкіндік береді. Қайырлы кеш, қайырлы кеш. Бүгінгі өз-өзіме сенімді болу тақырыбында енді арнайы бір мысал келтірмей қояйын. Мысалым ол дәл қазір өздеріңіздің алдарыңызда отырған ол мен. Егер мен өз-өзіме сенімді болмасам, дәл осы жерде отырмаймын, экранның бергі жағында сіздердің уақыттарыңызды, назарларыңызды алып. Ал өз-өзімізге сенімді болу өте маңызды. Әсіресе әйел адамына дедім, бала шағасы бар әйел адам болатын болса, өзінің балаларының алдында өз-өзін сенімді көрсету. Өз-өзін, былай айтқанда, авторитет деп айтпай қояқ, өз-өзіне бір қарата алатындай, әңгімесін тыңдата алатындай мүмкіндік болу үшін ана ретінде өз-өзіңізге сенімді болуыңыз керек. Айтып жатқаныңыз затыңызға да сенімді болуыңыз керек. Немесе күйеуіңіздің жанында. Жолдасыңыздың жанында өз-өзіне сенбейтін әйел болса, сенімі аз. Не істеп болуы мүмкін? Арты бұл оқиғаның қайда кетуі мүмкін? Егер ары қарай жалғаса беретін болса, сенімділік пайда болмай, біраз жерге баратын болсақ, ондай ер адам біздің жанымызда болмауы да мүмкін, Өйткені қандай ер адам болсын,
ішкіш болсын, басқа болсын, ол ер азамат, ер адам. Ер адам өзінің алдында өз-өзіне сенімді әйелді көргенді өте қатты жақсы көреді. Және өз-өзіне сенімді болған әйел ер азаматтың қасында ер азаматын өсіреді. Сондықтан бұл өз-өздеріңізге сенімді болудың өте маңыздылығын сіздерге түсіндіріп отырмын. Біз ішкі дүниемізде бір екінші дауыс деген болады ғой. Көшеге шығып бара жатып, мен өзі қандай болып тұрмын дәл қазір? Мен өзі әдемімін бе? Неге мына адамдар маған қарап тұр екен? Кішкене толық сияқтымын ба, арық сияқтымын ба, немесе мына бір кішкене прическам дұрыс болмай тұр ма, не болып тұр деген сияқты мыңдаған ой болады бір көшенің бойында 5 минут өтіп бара жатқанда. Бұның бәрі біз өз-өзімізге сенімсіздігімізді білдіреді. Немесе бір жұмыс орынға тұру үшін әңгімелесуге, собеседование деп атайды ғой. Барған кезде егер өз-өзімізге сенімділігімізді көрсетіп, дәлелдей алмайтын болса, біз қалаған орынға бізді алмауы мүмкін. Өйткені өз-өзіне сенімсіз қызметкерлер. Ол мекемеде қажеті жоқ. Ал сенімді болу үшін ол өз-өзіміздің бойымызға ерік-жігерімізді жинап алу. Мен өз-өзіме ұнаймын, мен әдемімін. Сол көшеде кетіп бара жатып. Мен қандай болсам да, мен әдемімін. Мен лайықтымын барлығына. Қабылдайсыздар. Мен өз-өзімді қабылдаймын. Деген сәтте ішкі даусыңызбен өзіңізге айтқан сәттің өзінен бастап, жаныңыздағы адамдардың барлығы сізге ерекше бір көзбен қарай бастайды. Үлкен бір мәні бар зат, өз-өзіне сенімділік. Ал қазір берер техникам. Бұл техникада бағанағы айтқан ерік-жігер өте қажет болады. Егер ерік-жігеріміз жоқ болатын болса, яң шақтығымыз, ял шақтығымыз бізді басып өсіп бара жатса, жетістікке жетпейміз. Соны біліңіздер. Сондықтан ең бірінші ерік-жігерлеріңізді жинауға тырысыңыздар. Ал менен бүгінге арналған техника. Бүгін, ертең деп алайық, ертең көшеге шыққан кезде өзіңізге таныс емес, мүлдем, бөтен. Автобуста болсын, басқа бір жерде болсын, дүкеннің ішінде болсын, бір адамның көзіне тіке қарап, 1 секунд қарау. Ұяласыз, өйткені біз тіке көзге қарау деген өте бір ең сенімсіз адамдардың барлығы көзге тіке қарай алмайды. Ал әсіресе бұл мына сіздер естеріңізде ме, мен қаңтар айының басында берген тікелей эфирімде көзбен тіке бір-біріне қараудың өте маңыздылығын айтқан едім. Көп сұрақты шешетінін. Сондықтан 3 күн бойы жолыңызда өзіңізге кездескен бөтен адамдардың барлығына дәл көзіне 1 секунд қарайсыз. Дәл көзіне қарап үлгересіз. 3 күн бойы солай практика жасаңыз. Келесі 3 күндікте сол 1 секундты енді 3 секундқа көбейтеміз. Енді 1 секунд қана бір қарап, басқа жаққа қарау емес, келесіде 3 секунд. 1, 2, 3 қарап тұрып көзімізді аламыз. Дәл бұл техниканы да 3 күн қайталаймыз. Сонымен 1 апта өтеді, 6 күндеріңіз. Жарты жолға жетіп, кішкене өз-өзіңіздеріңізге сенімділіктеріңіз пайда болады. Ал енді ең кереметі, егер осы сатыдан өткен болсаңыздар, онда мен сіздерді құттықтаймын. Өз-өздеріңізге өте сенімділікті, сол бір сенімділіктің мінезін өздеріңізде бір шыңдадыңыздар деуге болады. Ол дегеніміз келесі 3 күндікте 9 күн сонымен барлығын қосқанда, келесі 3 күндікте келесі адам, бір адамды таңдайсыз өзіңізге, бір табиғатыңызға жақындау, осы бір егер соншалықты қатты ұялып жатсаңыз, қыз әйелін алуыңызға болады, әйел адамын алуыңызға болады, таңдап. Сол әйел адамға мысалы дәл көзіне қарай отыра, ол кісі сізден көзін төменге түсіргенге дейін қарап отырасыз.
қарап тұрасыз немесе отырасыз. Әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Не қарап тұрсын деуі де мүмкін. Не керек деуі де мүмкін. Ондай жағдайларға да дайын болыңыздар. Жауап беруге де дайын болыңыздар. Ойланып кеттім дейсіз бе, көзіңіз әдемі екен дейсіз бе, енді ол жерде енді бір актерлік өздеріңіздің бойларыңыздағы бір мінездеріңізді қоса жібересіздер. Сол 3 күндік бойы өзіңіз таңдаған адамдардың тікелей көзіне. Бірақ сол 3 күннің ішінде келесі ер адамды, бір адам болса таңдауды сіздерге міндет етемін. Бұл өте әйел табиғатындағы әйел энергетикасын өте көтеретін де бір себебі бар. Ер адамға мәселе бір көзіңіздің қыр көзін сала отырып бір ойнау емес ол ер адаммен. Жай ғана тіке қараңыз, ойланып кеткенде. Ол ер адам сіздің көзіңізден өзі не айналып кеткенше, не көзін түсіргенше. Сонымен 9 күн бойы, 3 күн бойы 1 секундтан қарайсыз әртүрлі адамға. Бір ғана адам ғана қарадым екен деп тоқтап қалмайсыз. 3 күн бойы мүмкіндігінше көбірек адамға қарауға тырысыңыз. Келесі 3 күндікте ол 1 секундты 3 секундқа көбейтіңіз. 3 секунд бойы сіз көзіңіздің жанарын келесі адамның жанарына қарап тұрыңыз. 1, 2, 3 деңізде өзіңіз көзіңізді түсіре қойыңыз. Ал соңғы 3 күндікте ештеңе басқа жаққа қарамайсыз, тек сол адамның көзіне тіке қараумен айналысасыз. Ол адам ұялып сізден өзінің көзін түсіргенше. Міне, өте оңай техника, бірақ сөзге оңай, іске өте қиын техника. Егер сенімдігіңіз өте төмен болатын болса, өз-өзіңізге деген әрине өте қиын болады. Бірақ ерік жігеріңізді өз-өзіңізге қолыңызға алатын болсаңыз, бұл маған қажет, мен өз-өзіме сенімді болуым керек деген бір ниет қойсаңыз, міндетті түрде орындайсыз деген ниетім бар. Міне ханымдар, бүгінгі берер техникам осы. Қалай сіздерге? Тыныш болып қалды ғой өзі. Мен естіліп тұрмын ба, өз көріп тұрсыздар ма? Мен бармын ба? Не айтасыздар, ханымдар? Түсіндіңіздер ме? Қояр сұрақтарыңыз бар ма? Қалған уақыттың барлығын мен сұраққа жауап беруге арнаймын. Ол дегеніміз 10 минут, Рахмет. Түсінікті ме? Орындай аласыздар ма? Қалай ойлайсыздар? Ерік жігерлеріңіз жетеді ме осыны орындауға? Өз-өзіңізге сенімді болу үшін Айнұр ғой да? Айнұр ханым. 1 секундтан бастап көріңіздер. Башан көре алмай қалсаңыз, эфирді сақтап қоямын, міндетті түрде қайталап көруге де болады. Бұл өз-өзіңізге сенімді болу техникасы. Түсінікті. Ал сұрақтарыңыз бар ма? Қалған 10 минутта қалаған сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Әрине, бірінші өз-өзімізге сенімді тақырыбында, одан ары қарай сіздердің өздеріңіздің сұрақтарыңызға. Раушан ханым, қандай керемет, қуаныштымын сіз үшін. Рахмет. Жалпы ата-анамыз бөгде ер азаматтың көзіне тіже қарама деп айтып, миымызға құйып қойған ғой дейді. Әрине, ол ұяншақтық міндетті түрде қыз азаматына керек. Бірақ өз-өзіңізді тексеру үшін мен айтып тұрған жоқпын, бір қырындау көзбен қараңыз, майысып тұрып деген емес. Тіке өз-өзіңіздің табиғатыңызды өзгертпей, ойыңызды өзгертпей, ол ер адамға жай бір ойланып кеткендей қарап көрсеңіз, дұрыс қабылдайды деп ойлаймын. Зульфия ханым, мен дайымын орындауға. Әрі қызық екен. Орындап көріңіз, Зульфия ханым, сізге ұнайды деп ойлаймын.
Басқа техникалармен бөліспеймін. Бүгін бір техника тікелей эфирде, өйткені уақыт тығыз деп мен әрдайым бір техниканы беруге тырысамын. Әртүрлі тақырыпта болғанын қалаймын. Бір тақырыпты 10 сағат аша бермей. Жасап көріңіз әрине. Әрине жасап көріңіз. Ал ханымдар, сұрақтарыңыз бар ма? Өте қуаныштымын Ақмарал ханым сыныпта болғанына. Не айтасыздар? Егер сұрақтарыңыз жоқ болып жатса, онда мен эфирді аяқтайын. Егер жан дүниемде жүрген сұрақтар бар еді, осы тікелей эфирде алып үлгерсем ғой деген ниетіңіз болса, әрине қойып үлгеріңіздер. Не айтасыздар, ханымдар? Тоқтап қалып жатыр ма не? Менде ештеңе тоқтап тұрған жоқ. Айтады ғой, Астананың Wi-Fi өте керемет деп. Wi-Fi-міз жақсы сияқты. Ал ханымдар, тыңдап отырмын сіздерді. Немесе жазып жатсыздар ма? Қайырлы түн. Әрине міндетті түрде сақтап қоямын. Сақтауға тырысамын енді. Техникалық ешқандай ақау болмаса. Ханымдар, сұрақтарыңыз бар ма? Сәлематсыз ба? Інжу ханым. Бірде тоқтап, бірде жүріп, барлықтарыңызда солай ма? Мен де солай жасайды екенмін. Сөйлескенде де өте жақсы тапсырма, өте қуаныштымын. Мен өзіме сенімділігімді арттырғанмын сіздің семинарыңыздан соң және кітаптар оқып дейді. Керемет. Қуаныштымын. Ал етті сұрақтар, ақшаны еркек ұстаған дұрыс па дейді. Әрине. Сұрақ жоқ дейді. Жандар өтіреңіз. Ер адам ақшаны ұстаған дұрыс, бірақ түсіну үшін, менің ойымша, түсіну үшін мәселе бар ақшаны ұстап әйел адамның қолына ақша бермеу емес, түсіну үшін мен келесі айда қандай көлемді ақша табуым керек. Біздің үйдің осынша шығыстары болса, оны екі еселеу көтеру үшін не істеуім керек деп қимылдау үшін ер адамның, менің ойымша, ер адамның қолында ақша жүргені дұрыс деп ойлаймын. Түсіну үшін, неше ақша қалып жатыр, не істеу керек, ойланатын ер адам ғой. Сізді асырайтын ер адам. Аффирмацияны бөлек, кешіріңіздер, аффирмацияны бөлек жазамын деп отырған едім. Постты жазамын міндетті түрде, осы сенімділік туралы арнайы пост дайындап жатырмын. Асықпаңыз, эфирден айтпай қояйын. Арнайы не дайындап жатырмын? Пост. Өз-өзіме сенімдімін дегеннің өзі де аффирмация негізі. Көпшілік алдында қобалжығаннан сөзімді ұмытып қаламын. Қалай еркін сөйлеуге болады? Сосын қандай психологияға, өмірге пайдалы кітаптар айта аласыз? Көпшіліктің алдында не себептен? Өз-өзімізге сенімсіздіктен негізі өте көп уақыттарда біз сөзімізді ұмытамыз, қобалжимыз, дірілдейміз. Ол барлық адамда қалыпты жағдай негізінде. Тек сол жерде өз-өзіңіз бір сабырға келтіруге үйренуіңіз қажет. Сабырға келтіру. Мына техника өте керемет көмегін береді. Дәл әңгімеңіз басталар алдында, мысалы, көпшіліктің алдында дәл қазір шығайын деп тұрсыз, 1-2 қана секунд қалған кезде өз-өзіңізге ерік жігеріңізді жинау үшін бір жерде тұрсаңыз, не отырсаңыз,
мына аяқтағы саусақтардан бастап, бірінші жақтан бастап денеңізді тырыстыру қажет. Бірандай бір кірпі сияқты жиналып қалу қажет. Бірақ өте қатты. Мына қолдарыңыздың бәрі күші кетіп қалғанға дейін өзіңізді қатты ұстап тұрасыздар, ескі жіберіп қаласыз. Бір сәтте. Сосын кейін терең деміңізді шығарамыз да, бірден сол ортаға кіріп кетіңіз. Мына бойдағы тұрған тоқтай қобалжудың бәрін сол біраз уақытқа дейін қайтадан кірмеуге, денеңізге көмегін беретін өте керемет техника. Ал кітаптар жайлы айтатын болсақ, әркімнің әртүрлі бақыты бар. Әркімге неше түрлі кітаптар оңай бермейді. Менің де мысалы біреудің айтқан кітабын таңғалып алып оқығанмен, мысалы маған қажеті жоқ кітап болып шығады соңында. Сондықтан босқа ақша құртпағаныңызды ойлаймын. Өзіңіз таңдаңыз кітапты, мысалы жаңағы кітап сататын дүкендерге барып, кітапты ашыңыз, оқыңыз, қандай сөзі ішінде ұнады, сізге бір көңіліңізге жақын болды, сол кітапты алыңыз. Өйткені бәр кітап адамдардың барлығына келе бермейді. Сондықтан көбіне мен кітап туралы айтпаймын, бірақ постта жазып жүрмін. Енді сол кітапты тағы да бір ары қарай саралап, ол өз ойымды жеткіземін әрине. Өтіп кеттім ба? Сізге жауап бердім. Қайырлы кеш. Жанар ханым, негізі сұрайын деп жүргенім семинарға қарсы болса бармау қажет пе? Бірақ өте барғым кеп тұр. Я жоқ техникасы. Я деп жауап береді, дейді Зүлфия ханым. Ер азаматтарымыздың енді көп жағдайда рұқсат бермеуі енді көбіне сана сезімнің төмендігінен болады, немесе оның не қажеті бар деген оймен. Өйткені сіз семинарға барып дәл білмегендіктен сіз нақты бір түсіндіре алмайсыз. Ол не үшін керек сізге, неге керек, қай жағынан керек, қай жағынан дамығанға керек деген. Негізі айтпаған дұрыс деп ойлаймын, біріншіден. Өйткені ер азаматтың барлығы нәтижелі болған затты, нәтижелі болған кезде ғана, факт көрген кезде, нақты факты ғана көрген кезде ғана ол кісілердің ойлары өзгереді. Сондықтан әзірше өзгермей тұрып, сіз өзгермей тұрып, семинардан ешқандай бір пайдалы білім алмай тұрып, ол кісінің ойын өзгерте алмайсыз. Мен бір тығылып барыңыз деп айтып отырған жоқпын. Бірақ мүмкіндігінше соған мүмкіндік таба білу, егер сізге қажет болса. Өйткені ол білім ғой. Арнайы бір ұстаздан алатын білім. Ал ер азаматыңызды енді өте қиындау сұрақ. Әйелсіз ғой енді, әйелісіз ғой. Бір мүмкіндігін тауып көріңіз. Еркелеңіз. Ер адамға не керек? Еркелік керек. Біз еркелексек қана ол кісілерді жеңеміз. Ал сұрақтарыңыз бар ма? Даука отырмын жерде мен ер азаматтар туралы айтып жатсам. Дәулет, сен естімей қой, Қайырлы кеш. Сұрақтарыңыз бар ма тағы да, ханымдар? Қысқаша менің өзімнің тренингтерім туралы айтып өтейін. Жаңадан пост шығарған едім. Жаңару тренингімді қайталаймын. Соңғы рет көбісі мүмкіндік болса неге соңғы рет ары қарай да қайталай бермейсіз бе деген, егер сұраныс болса деген сондай бір хаттарда келіп жатыр. Бірақ айтарым, менің басты ниетімде, ішкі ниетім 200-дей болған еді, ханымды жаңарту. Ең басында сол тренингті бастар алдында мен жаңарттым. Ол ниетіме жетті. Ал енді қазір сұраныстар өте көп болғандықтан көбіне жазады. Мен соған қатыса алмаған едім, сол кезде ақшам болмаған еді, немесе үлгермедім, білмедім деген сияқты. Сол себептен қазір тағы да бір ниеттеніп тұрмын, соңғы рет деп. Содан кейін бұйыртса көремін сол тренингті не істейтінімді, қалай болатыны. Және дәл қазір өтіп жатқан жан нұры тренингім бар. Ол тренингте уақыты ұзақ болғандықтан сондай бір
ерекше өтіп жатыр. Ханымдардың кішкене шыдамдықтары, сабырлықтары да жетпей жатыр көбіне. Оның бәрі уақыт жасады. Және алдыңғы тікелей эфирімде мен 25-інде астаналықтарға таңғы ас өткіземін деген бір ой пікірімді айтқан едім. Бірақ мүмкіндігім еш болмай жатыр. Уақыт жетіспей жатыр десек те болады. Соны ниеттеніп енді бұйырса келесі жексенбі 4 наурызға ауыстырдым. 4 наурыз күні, егер бұл жерде астаналық ханымдар болсаңыздар, маған жекеге жазыңыздар, мен сіздерді тіркеп қоямын. Астанада әдемі бір таңғы ас ішетін кафеде, неформальды орта дейді ғой, керемет бір басқа бір атмосферада отырып бірге әңгімелесе келе, осындай жеке сұрақтарыңызды тікелей өмірде менің энергетикамды сезіне отыра сұрақтарыңызды қоясыздар, және арнайы бір тақырыпта болады. Ол тақырыпты 1 сағат бойы сіздерге ашып, мүмкіндігінше 1-2 техникасын беруге тырысамын. Және ары қарай қалған 1 сағатында жай әңгімелесіп бір ортада өзімізді ұстауды үйренеміз, былай айтқанда. Және өте көп қыз емес деп ойлап отырмын, бір 8 қыз шамасында бір өздеріңізге құрбы табуда мүмкін шығар деген бір ниетте. Басты ол жерге қандай ниетпен келесіздер. Ал ханымдар, сұрақтарыңыз бар ма? Менің айтар хабарламаларым біткен сияқты. Негізгі жоспар өте көп. Мүмкіндік болса барлық жоспарымды үлгеріп жасауға тырысып жатырмын. Ханымдар, үндемей қалдыңыздар. Ал мақсатты айқындау үшін не істеу керек? Әрекет ету керек. Нақты мақсатыңызды білмейтін болсаңыз, армандаңыз. Мақсат арманнан шығады. Мақсаттан ары қарай жоспар кетеді. Жоспар пайда болғаннан кейін не істейсіз? Әрекет етесіз. Ал ханымдар, не айтасыздар? Уақыт біткен сияқты. Уақытты көп созбайын. Өз-өздеріңізге сенімді болу үшін. Түсіндіңіздер ғой, 3 күн бойы 1 секунд, келесі 3 күн бойы 3 секунд, соңғы күнде келесі қарама қарсы адам көзін алғанша. Энергетика темасы ол өте үлкен ауқымды. Оны дәл бұл жерде бір сөзбен айтып жеткізуде мүмкін емес. Әртүрлі. Бірақ ең бастысы әр адамға жақсы көретін затыңыздан энергетикаңызды жоғарылата аласыздар. Әрине табиғаттың энергетикасы бір бөлек. Мақсатқа қалай қол жеткізуге болады? Мақсат көп, бірақ орындалмай қаласа береді. Орындалмай қала береді, Жаңа ғана айттым ғой. Ерік-жігер керек мақсат жету үшін. Мынандай бір құлшыныс керек, сол зат. Мен жетемін деген өз-өзіңізде қатты бір мен алдыңғы эфирде айтып өттім ба осыны. Дәретханаға барар кезде ол да бір мақсат қой, Не істейсіз? Егер бір үлкен сауда үйінде жүріп дейік. Сіз мақсатыңыз бар, сол жерден дәретхананы табу. Жүгіресіз, іздейсіз, сұрайсыз, әрекет етесіз. Өйткені сіз үшін өте маңызды. Дәл қазір 5 минуттың ішінде сол дәретханаға жету. Дәл сол сезім керек. Жету үшін іздену керек, оқу керек, білу керек, жолын табу керек. Енді бұл өте оңай түрін сіздерге бір келтіріп отыр мысалға. Эфирді қайтадан қараңыз енді. Мен басында айтып кеттім, басқа ханымдардың да уақытын бағалайық тыңдап отырған. Болдыңыздар ма ханымдар? Шаршап отырған сияқтысыздар сіздер бүгін. Сондай бір сұрақтарыңыз өте аз. Немесе менің бүгінгі ниетім солай болды ма екен? Бүгін сұрақ аз қойса екен деген. Бір сұрақ келді. Настроение өзінен өзі түскенде қалай
всегда позитивті болып жүру керек. Мен пессимистпін дейді. Негізінде өзіме байқалмайды, бірақ жанымдағы кісілер айтып қалады. Бірінші сұрақ. Позитивті болып жүру сіз үшін не үшін маңызды? Адам әрдайым міндетті түрде күліп жүру маңызды емес қой. Басқалардың көңілі көтерілсін деген сияқты, иә? Сіздің өзіңіздің ішкі дүниеңіздегі сол уақыттағы көңіліңіз маңызды. Әрине, эфир сақтап қоямын. Негізгі көбіне пессимизм неден келеді? Өзіме көп айтам осы сөзді, махаббаттан келеді. Махаббат жоқтықтан келеді. Ғашықтық сезімнің жоқтығынан келеді пессимизм. Өйткені құштарлық жоқ өмірге деген. Құштарлық жоқ басқа бір адамға деген. Сондай бір сезімнің жоқтығынан көбіне пессимизм пайда болады. Махаббатыңызды ашыңыз. Не кедергі болып тұр? Мен сізге айтып жатырмын, иә? Лин Алтынай ма? Лин Алтынай сияқты. Ханымдар, сұрақтарыңыз болса, мен эфирді аяқтайын. Өте қуаныштымын бүгінгі кеш, бүгінгі түн, дәл қазіргі уақыттарда менімен бірге, мені көре отыра, мені тыңдай отырғандарыңызға алғысым шексіз, алғысымды айтамын. Түндеріңіз тыныш болсын. Келесі екі келе жатқан демалыс күндеріміз өте сіздер үшін пайдалы өтсін деймін. Балаларыңызға көңіл бөліңіздер. Әсіресе ер азаматы бар әйел адамдар, ер азаматтарыңызға көңіл бөліңіздер. Ол үшін өздеріңізге қараңыздар. Өздеріңізді әдемілеңіздер. Жарты сағат өзіңіздің жақсы көретін затыңызға уақыт бөліңіздер. 30 минут қана кетеді сондағысы. Мен сіздерді жақсы көремін. Қайырлы түн.